Отанды сүю иман болса, біздің дініміздің кең етек жаюына себеп болған нәрсенің біреуі ол тыныштық. Тыныштықты күзететін, сол тыныштықты күзеткен біздің сарбаздарымыз, отанды күзеткен, шекарасын күшепті күзеткен біздің бауырларымыз, інілеріміз. Шын мәнінде отанның тыныштығы елдің өсіп-өнуіне, діннің де руханияттың да кең жаюына себеп болады. Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымыз Худайбия деген жерге келіп, тоқтаған кезде сол дәуірдегі имансыздарменен, кәпірлермен келісім шартқа отырған. 10 жыл соғыспайық деген үкім шығарған. Неге? Тыныштық болған жерде, қазіргі сол мынау тарихты зерттеушілер таңғалады. Пайғамбардың сол кезде көргендігі. Өйткені соғыс болып жатса, бірін-бірін тонап, бір-біріне қиянат жасап жатса, қайдағы дін ол жерде? Сондықтан сол дінімізді жайылуына бірден бір себеп ол тыныштық қалады. Сондықтан да отанын қорғау, елін қорғау, жерін қорғау парыз болады. Тап сол жолда борышын өтеп жатып, жан тәсілім етсе, бұл шахид болады. Алла жолында жан берген, нағыз Құдай жолында кеткен адам болады. Әлбетте, біздің әскерлеріміз, біздің мақтанышымыз болу керек. Қазір әр қазақтың баласы денсаулығы көтерген ұлтжан азамат өзінің шекарасын, елін абыроймен қорғаудың өзі құлшылыққа тең дүние екенін түсіне білу керек.